Армысыздар, құрметті талапкерлер. Бүгін біз проф.ент центр сайтында психология негіздері бөлімі бойынша сұрақтарды қарастыратын боламыз. Ең алғашқы сұрақ: жеткіншектік шаққа өтуде пайда болатын жаңа құрылымдар. Әлеуметтік ересектіктің дамуы. Д жауап дұрыс. Екінші сұрақ: сыртқы жағдайдың өзгеруіне қарамастан, заттардың кейбір қасиеттерінің бір қалыпты болып қабылдануы, яғни қабылдаудың тұрақтылығы. Ғылыми тілмен айтқанда, қабылдаудың константылығы. С жауап. Үшінші сұрақ: әрбір адамның жеке басына тән өзіндік психологиялық қасиеттері мен ерекшеліктерінің жиынтығы. Д жауап. Мінез. Келесі: бірлескен іс-әрекет, қызмет барысында адамдар арасында болатын қарым-қатынастың түрі. Бұл жерде жеке, рационалды, эмоционалды болмайды, себебі қызмет барысында адамдар іскерлік тұлғааралық қарым-қатынастарға түседі. Алтыншы сұрақ: сезім мүшелерінің өте әлсіз тітіргендіргіштерді түсіне алуы. Бұл абсолюттік сезгіштік. 7. Белгілі бір адамдарды табысты орындау арқылы адамның психологиялық мінездемесі жайлы ақпарат алу. Тапсырма тест арқылы біз психологиялық мінездеме аламыз. 8. сұрақ: құбылыстар мен оқиғалардың ұзақтығы мен тізбесін бейнелендіру. Ұзақтығы, яғни оқиғалардың ұзақтығы уақытты қабылдауға жатады. 9. Кешіктіріліп еске түсіру. Бұл реминисценция. Оның анықтамасы. 10. сұрақ: қысқа уақытқа созылса да бұрқ етіп қатты көрінетін эмоцияның бір түрі. Аффект. С жауап. 11. Бақыланып отырған адамдың зерттеушіге берген ауызша жауаптарынан құралатын зерттеу әдісі. Әңгіме әдісі бұл оның тәсілі сұрақ-жауап арқылы жүзеге асады. Сол себепті ол ауызша жауаптарынан құралатын зерттеу әдісі. Келесі 12. Адамның сөйлеу кезінде эмоциялық қалып білдіре алуы. Яғни эмоциялық жағын білдіру бұл мәнерлілігі. 13. Ең жақын даму арағы, яғни жада ұғымын енгізген Выготский. 14. Индивидтің эмоциясы мен ойлауына, ерік қимылына, қозғалысына, сөздің сарыны мен ырғағына әсер ететін қасиет. Бұл темперамент. 15. Мәліметті белсенді қайта өңдеу, жүйелеу, жалпылау және теру процесі. Естелік. 20 сұрақты қарастыратын боламыз. 21 жауапты талап ететін сұрақтар. Жеке адамның объектіге оның өмірлік мәні мен эмоциялық тартымдық күшіне қарай таңдамалы қасиеті. Қызығу. 17. Адамның түрлі көңіл күйінің тұрақты компоненттері, яғни психологиялық қалыптар, олар тұрақты болады. Мысалы, темперамент, мінез, ол қалыптар. 18. Жас ерекшелік психология нысалары. Тәрбие психологиясы жатпайды, оқыту психологиясы жатпайды, отбасы психологиясы жатпайды. Сол себепті С жауап дұрыс. Жеткіншектер психологиясы және ересектер психологиясы. 19. сұрақ: бастауыш мектеп жасындағы жетекші қызмет. Бастауыш мектепте оқушылар оқу және ойын әрекетімен айналысады, бірақ бұл жерде жетекші қызмет оқу. 20. соңғы сұрақ: алға қойған мақсаттарына жете алмаған, жоспары күл тарқан болып көреген адам басынан өткеретін уайым, үрей билеген психологиялық жай-күй. Бұл фрустрация. Фрустрация адам жоспарына жетпеген кезде пайда болады. Енді тестілеуді 20 сұрағына бір жауапты сұрақтарына жауап бердік. Оның нәтижесін көрейік.